не қылып жатырсыздар? Мына орамалыма сәйкес нәрі көйлек тауып киіп алдым. Жазда Елвира деген құрбым әкеп берген Қырғызстанның көйлегі, ештеңе жоқ. Ары бері салып киіп алғанға түгі де жоқ. Үйде бар ғой, мына етек жеңді жауып, келін құсап жүргенге ештеңе жетпейді қыздар, я. Бір ене жазыпты маған. Мә, келініміз олимпиадаға баратын адам құсап жүреді үйімізде дейді. Олимпиадаға барайын деп жүрген шығар, мен келініңізді айтым. Келініңіз олимпиадаға дайындалып жүрген шығар. Рас я. Bir жолы бар ғой, атақ ай жарып тұрған осы біздің өңірдің бар ғой, бір беккесдар азаматының үйіне қонаққа бардық. Мә, келіннің, ай ашыңдар, біреу келді. Ана келіннің жүрісінен бар ғой. Ана атаға атаға ай жарып тұрған атаға қарауға мен ұялдым ғой. Келін ұялып жүрген жоқ, тайраңдап жүр, жабыстырып киіп алған. Мә, енді бар ғой, фу болып жүр ғой. Жүгіріп тоңқаңдап тұрып, ыдыс аяқты жинайды дейсің. Ата үйреніп қалса керек. Уже адам бар ғой, еті үйреніп, көзі де үйреніп, басында ұялды, Құдай біледі, соңы үйренді. Мен оған қарауға ұялдым. Етек жең жиіп жүрген дұрыс қыздар. Біз қазақша сауап жинаймыз да? Біреу, мысалы, өзге ұлттың өкілдері мысыққа чичоня деп сауап жинайтын түрде, итті аялап, құсты аялап жүр. Біз үйдегі үлкендерді аялап барып сауап жинаймыз ба? Қазақша вариантпен, өз вариантымызбен жинайықшы сауапты. Салтымыз бар, ұлтымыз бар. Ештеңе құлдырап кетпеу керек.